жатыр ғой күн сайын. Қалай көрет мынау? Қарашығы көре ме, ақжығы көре ме, қайсысы көрет? Оған не түссе қандай? Көздің көру процесі былай бола ма, әлде былай бола ма, әлде прямой көре ме? Әлі зерттеліп жатыр ал. Құлақ неге мына жерлердің барлығы қыртыс-қыртыс? Нығмет, қандай нығмет Алланың берген, көрдіңіз ба? Сондай Алла тағала мұрынды ауыздың үстіне әкеп қойып қойған ғой, көрдіңіз ба? Мұрынды құлақтың қасына қойып қойса егер, онда сіз қасықты көтерген кезде бірінші мына жаққа иіскейсің де, кейін мына жаққа әкеп тығасың. Ол жұмыс та. А сіз әкеліп жатқан кезде уже ол келіп жатады иісі, прямой ұрып жібересіз, көрдіңіз ба? Рас қой, бұл нығмет қой қажеке. Ай, тісің. Мына жердегі тістердің барлығы жұқа жіңішке болып келеді. Ар жақтағылар азу тістер қалың болып келеді. Дұрыс па? Екеуінің орнын ауыстырып жіберсеңші. Аузыңнан алдымен жейсің тек қана. Өйткені мынау кесуге арналған алды. Кесіп жұлуға арналған. Арты оны шайнауға арналған қажекелер. Нығмет па Алланың? Нығмет. Ішеп атсың, жеп алдық, мына қуырдаққа тойып алдық қазір. Бұл шығаруды айтсайшы енді қазір, мысалы. Жоқ, сіздер ойламаңыздар қажекелер. Бұл мен барам шыға қояды деп. Жоқ, ондай емес ол. Кейбір адамдар шығара алмайды оны. Мен бар нәрсені айтам. Жоқ нәрсе туралы айтайын ба? Оған ешкім сенбейді ғой, жоқ нәрсе. Ішкен жегеніміздің аман есен шығуы қажекелер. Ол да Алланың нығметі. Аман есен шығу. Осы уақытқа дейін, апаларымыз 70-80-де ағаларымыз отыр міне. Осы уақытқа дейін Аллаға шүкір ішкен жегеніміз аман есен шығып келе жатыр, дұрыс па? Сіздердің ғұмырларыңызға дейін әлемде талай канализациялар өзі жұмысын тоқтатқан. 10 жыл сайын, 20 жыл сайын ауыстырып жатыр канализацияны. Ойбай күштісін таптық дейді. Ал давай көрейік. 10 жылдан ауыстырып жатады. Жарамайды екен дейді. Алланың жаратқан канализациясын қараңыздар. 80 жыл жұмыс істеп беріп жатыр. Нығмет па? Біз бұның бәрін осылай болып қалып жатыр деп ойлап жүрміз ба? Жоқ, бұның бәрі Алла тағала егер қысып қоятын болса бар ғой, ішіңдегін өзің шығара алмайтындай күшіңді алып тастаса, қызықтың көкесі сол кезде басталады. Мен тек дұрыс айтам, апа. Нығмет бұл Алланыкі қажет. Біз қашан білеміз, айтайын ба? Ол нығметтен айырылып қалған кезде ғана білеміз, болды. Қашан айырыласың, сол кезде барып білесің. Сол үшін де айтады, саудың маңдайындағы, басындағы тәжді аурулар ғана көреді дейді, көрдіңіз ба? Саудың басында тәжі бар дейді, оны тек қана саулар көрмейді дейді оны. Олай сол сау болып жүре берем деп ойлайды дейді олар. Жоқ, ондай емес. Ана передачаны көрдіңіздер, 15 жылдан бері өзінің дәретін өзі шығара алмайтын жігіт Қаратор бауырымыздың ютубта толып тұр, көрсеңіздер болады. 15 жыл бойы ананың шешесі, ана бала жылап айтып отыр, мен ұялам дейді, керісінше мен оған қызмет жасауым керек дейді. Бірақ шешем маған қызмет жасайды. Ана қолына нені киіп, жаңағы перчатканы киіп, үлкен дәретімнің барлығын анам алып шығады дейді артымнан былай. Өзімдікін өзім шығара алмаймын дейді, жаңағы бала айтады, коляскада отыратын бала. Көрдіңіз ба? Біреулер салапанмен дәрет сындырып жүр ғой, мынаяқтан былай тесік шығарып қойып. Дұрыс па? Бар ма? Демек, бұның барлығы бізге берген Алланың нығметі қажекелер. Нығмет беруші ол тек қана Алла. Егер нығметке күпірлік таныта беретін болсаң, анау ұнамайды, мынау ұнамайды, анау нығметке күпірлік таныта беретін болсаң, өзім мұрным ұнамайды, мына мұрнымды бүйтпесем, құлағым ұнамайды, бетім тарттырмасам, ернімді ісіріп алмасам, ол теуіп. Нығмет егер ұнамаса, Алла тағала оны алып тастайды екен. Көрдіңіз ба? Алып тастайды да одан да сорақысын беріп қояды екен. Ал енді көре ғой деп айтады екен. Көрдіңіз ба? Алла Құранда сол үшін, «Ләин шәкәртум», егер де шүкірлік етсеңіздер, онда «Ләәзиданнакум», мен арттырып бере берем, өйткені менің қолымда деп жатыр. Бүкіл нәрсе менің қолымда дейді. «Ваин кафартум», ал егер күпірлік қылып берген нәрсем ұнамаса, онда менің азабым тым қатты дейді Алла тағала. Көрсетем мен сендерге деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да бұл нығметтің барлығы бұл Алланыкі қажекелер. Сіздердің де осы қалаларға қонақ болып келулеріңіз бұл кімнің нығметі? Алланың сіздерге берген нығметі. Мен әрдайым айтам ғой, кейбіреулеріңіздің жеті аталарыңыз келмеген ғой мына жерге. Жеті аталарыңыз келмеген ғой, не дейсіздер? Біледі ғой, әркім өзінің жеті атасын біледі. Келмеген ғой кейбіреулеріңіздікі. Біреулердікі келген шығар, солардың дұғасымен келіп жатқан шығарсыз. Дұрыс па? Бірақ негізі Құдай бізге нәсіп етті ғой осы нығметті. Енді сіздер де тілеңіздер, Алла,
мына қасиетті қалалардан менің де ұрпағым үзілмей келіп тұрсын қиямет күніне дейін. Көрдіңіздер ме? Самолеттің қашанғы отыратынын білмейміз. Пойыздардың қашанғы жүретінін білмейміз, қажекелер. Олардың да тоқтайтын заманы алыс емес. Білесіздер ғой, пайғамбарымыздың хадистерінде келді. Бұл электроника деген нәрсе, ол көп ұзамай тоқтайды, қажекелер. Бұған сеніп қала бермеңіздер. Адамдар қылышпен, садақпен соқсатын заман келеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол болады, бірақ кнопка оны істетеді, болды. Бір кнопканы басады, болды, әлемде электроника тоқтайды, қажекелер. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан да бұл Алланың бізге берген осы қасиетті қалаларды көруге жазған Алланың бізге берген нығметі. Оның шүкірі немен болады, қажекелер? Дұрыс айтады. Оның шүкірі Аллаға лайықты құлшылықпен болады, қажекелер. Жатып алып, комнатада потолокқа түкіріп, тамаққа түсіп, ішіп жеп, тышып, ондай болмайды ол. Құдай сізді таңдап осы жерге әкеп тұрма, енді аямай құлшылық қылып алу керек. Өйткені 10 күннің қалай кеткен. Бағана азанда біз 5:30-да шығарып салдық бір топты, қажекелер. Жылап еңіреп кетті барлығы. Қимай жатыр, қалай өтіп кетті, қалай өтіп. Осылай өтіп кетеді, болды. Қазір отырсыздар ғой, умра қалай болады екен? Ойбай, басын. Ойбай, уайымдап. Ертең уже қайтатын күні умрадан сабақ беріп отырасыздар кәдімгідей. Мынау қаратас деген былай, сен сонда білмейсіңдер ме? Мынау сапа марва деген мына жақта, берге көрсетеймін саған. Зәмзәмді қақтан алу білмейді, қалай жүрсем, мен қалай сөйлесем деп бастайсыздар. Елге барып уже онлайн сабақ бересіздер, умра курстары деп. Подробныйды басыңыздар деп. Міне, қазір сіз қорқып отқан нәрсе ертең орындалады иншалла. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де міне умраға келіп жатсыздар, қош келіп жатсыздар. Осы ләббайканы көп ертең не істеуіміз керек? Айтуымыз керек. Умра мен умраны жалғап атқан кісілер бар араларыңызда. Бұрын келген, енді келіп тағы келіп атқан. Пайғамбар айтады саллаллаху алейхи вассалам, умраны умраға жалғаңыздар, себебі умраны жиі істейтін пенде кедейлікке жолықпайды дейді. Вообще кедейліктің не екенін білмей өтеді дейді. А сіздегі елдегі адамдардан болған шайтандар не деп айтады? Шайтан екі түрлі болады өзі, жындардан және адамдардан болады. Адамдардан болған шайтандар не деп айтады білесіздер ме? Арабтың бәрін байытып біттіңдер ғой дейді. Өзі Вьетнамға барып жатыр, бүкіл қызға массаж істетіп қойып. Оған ақшаны есептемейді бірақ. Сенің құлшылыққа кетіп бара жатқаныңды есептейді да, көрдіңіз бе? Шайтан қалай әдемі жұмыс істейді да. Стамбулға бара жатсың, әңгіме айтпайды саған. Көріп қайт Стамбулды, ата жұрт, ел жұрт бірдеңе. Мына жақта пайғамбарың жатыр. Асыл дініңнің келген жері тұр, мына жақта ислам. Бүкіл бабаларың осы дінді ұстанып өткен. Өзегі, ошағы исламның қайнар бұлағы. Сол жаққа келетін кезде не болып қалады? Арабтарды байытады. Онда Дубайға барып жатқандарға айт бар. Бүкіл қазақ жүр ғой Дубайда. Неге айтпайсың соларға арабты байытып жатқан? Өйткені ол кайфушада. Кайфушада шайтан күш жұмыс істейді. Ұра бер ақшаңды дейді. Құлшылықта есептеп қаласың ғой. Не $50 істейсіңдер ма? Ана компания андай екен бағасы, сендер неге мұндай? Бізде сондай, өткен бізде сабақ бар қажекелер. Көрдіңіздер ма? Болмаса осы сервис барлығында. Енді қараңыздар. Бүкіл нығмет бұл Алланыкі қажекелер. Бүкіл нығмет кімдікі? Алланың. Бізге берілген бала да ол Алланыкі қажекелер. Бала менікі деп ойлайсыздар ма? Чо. Бала да біздікі емес, басқа да біздікі емес, ешкімдікі емес, жабысып қалған ешкім жоқ. Бәрі бір-бірінен алыстайды, ажырайды. Дұрыс па? Бала сіз, мен балам, балаң ертең өзіңді көміп жібереді қабірге апарып. Жуындырып. Дұрыс па? Сондай ма? Пожалуйста. Сондықтан бұл нығметтің барлығы қажекелер. Бұл Алланыкі, менікі екен деп ойлап қалмаңыздар. Біз уақытша пайдаланушыларымыз болды. Біз нығметтерді уақытша пайдаланып жүрген адамдармыз. Одан кейін дейді, «Уан-ни'мата лака вал-мулк» дейді. Мүлік, билік кімдікі? Бұл Алланыкі қажекелер. Малики яумиддин, қиямет күнінің иесі ол Аллаға қажекелер. Мүлік, билік, даңқ ол Алланыкі. Қазақ не дейді? Тақ пен табыт егесіз обасында дейді. Қазақ дейді, тақ пен табыттың иесі жоқ дейді. Екеуі де ауысып отырады дейді үстіндегілер. Бірақ адам ананың үстіне отырған кезде ауыспайым деп ойлап қалады дейді. Қала қалама сенің отырған жеріңе ертең басқа біреу келіп отырады қажекен. Сіз жатқан табытқа ертең басқа адам келіп жатады. Тақ пен табыт егесіз обасында. Бағың кетсе туады сор басыңа. Дүниенің боғы үшін таласпайық,
қасқырда қас қылмайды жолдасына дейді қазақ айтады. Көрдіңіз бе? Мүлік пен билік кімдікі екен? Алланікі екен қажеке. Мына тәлбия осындай тәрбия беріп жатыр ғой. Тәлбия осындай тәрбия беріп жатыр бізге. Ләка уәл мүлк ла шарика ләк. Ей Алла, сенің серігің жоқ деп қайтадан ең ұлы сөзбен аяқталып жатыр. Ең ұлы сөзбен басталды, ең ұлы сөзбен аяқталды. Неге? Сырын қараңыздар. Ғалымдар айтады, өміріңнің басын Құдайға серік қоспай баста, дәл солай соңын осылай аяқта дейді. Аллаға серік қоспай аяқта дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, кімде-кім тәлбияны бар даусымен айтатын болса дейді, яғни қалай көтеріңкі дауыспен айтатын болса, ол әйел кісілерге қатысы жоқ, ер кісілерге қатысты. Оның даусын естіген айналадағы бүкіл тал, тас, тау барлығы куәлікке өтеді дейді қажекелер. Барлығы куәлікке өтеді. Тіпті дейді, қарасаңызшы, одан да тіпті күн шығыс пен күн батыстың ортасының барлығы ол адам үшін куәлікке өтеді деп айтқан екен. Дүниенің барлығы ертеңнен бастап сіздер үшін куәлікке өтеді қажекелер. Кімдер үшін? Лаббайк Аллахумма лаббайкты айтатын пенделер үшін қажекелер. Сол үшін де Абдулла ибн Аббас қажылыққа кетіп бара жатқан кезде қажылардың алдына түсіп алып, бір өзі тауларды жаңғыртып, лаббайк Аллахумма лаббайк деп айқайлап бара жатады екен, бар даусымен Меккеге барғанша. Сонда адамдар Абдулла ибн Аббастың жанына келіп, ей Алланың елшісінің досы, неге бұлай дауыспен айтып бара жатсыз деген кезде, ертең мына жолдағылардың барлығы маған куәлікке өтсе екен деп, бар даусымен айтып бара жатырмын деп айтқан екен қажеке. Міне Құдай қаласа ертең біздің сапарымыз басталады. Бұны қажылыққа, умраға келген әрбір Алланың қонағы осы лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мүлк ла шарика лак деген сөзді айтады екен қажекелер. Осы сабақты айту үшін сіздерді осы жерге жинаған болатынбыз.